болсақ, қазір сіздерге тапсырма беремін. Рөлдік ойындар ойнайтын боламыз. Бірінші қатар сіздер дәрігер боласыздар. Мына жерде ақ халаттарыңыз тұр. Бір оқушы келіп, ақ халаттарыңызды ала қойыңыздар. Екінші топ, сіздер криминалист маман боласыздар. Жалпы терінің ерекшелігі сіздер білесіздер ғой, балалар? Саусақ іздерінің ерекшеліктерін, жалпы саусақ іздерін анықтайтын боласыздар. Үшінші қатар, сіздер жалпы косметолог маман боласыздар. Теріге пайдасын айтасыздар. Қандай жағдайда теріні бұзып аламыз, жалпы кеңес бересіздер. Косметолог маман ретінде. Тапсырма түсінікті ма? Алдарыңызға қазір көрнекі құралдарыңызды беретін боламын. Осы бойынша сіздер жұмыстанасыздар. Бірінші қатар сіздерге косметолог маман қажетті құрал-жабдықтар. Бізге отыра қойыңыздар, дәрігерлер. Дәрігер мамандар отыра қойыңыздар. Сіздерге қажетті құрал-жабдықтар. Және де бізге балалар екінші топқа керек болатын құралдар. Сіздер қандай мамандықтар балалар? Криминалист мамандар. Жалпы саусақ іздерін анықтайтын боласыздар. Жақсы ма? Жұмысты бастай қояйық. Балалар 4 минут уақыт беріледі, сосын ортаға шығып дисциплинаны қорғайтын боласыздар. Сіздерге пациент осындай шаралар қолмен келіп тұрса, бірінші кеспен несеп алу керек, сүртіп алу керек. Немесе оны жасамасаңыз инфекция түсіп қалуы мүмкін. Және көптеген микробтар түседі. Өте дұрыс. Келесі біз йод жағамыз. Себебі йод тезірек жазылуына көмектеседі. Және жараны тезірек теріні тезірек бірігуіне көмектеседі. Жақсы. Жараны залалсыздандыра қойыңыз. Жақсы. Үлгіде көрсетіп жатыр, балалар. Келесі біз бинтпен байлаймыз. Себебі
терінің бетіне шаппасаңыз, тағы да микробтар түсіп қалуы мүмкін. Жақсы. Жақсы. Демек, сіздер дәрігерлеріңізге көмегі тиді ме балалар? Теріміз жарақаттанған кезде қалай залалсыздандыру жолдарын айтып түсіндірді, және де осы үлгіде екендігін көрсетті. Жарайсыздар, өте жақсы. 3 шапалақ бірінші топ оқушылар. Дәрігерлерге 3 шапалақ. Жақсы, жарайсыздар, отырыңыздар, қалдарыңызды бастырыңыздар. Өте жақсы. Келесі топ оқушылар келе қойыңыздар. Бізде криминалист мамандар. Құралдарыңызды алып шықсаңыздар болады ортаға. Құралдарыңызды алып шыға қойыңыздар. Қалай анықтадыңыздар? Қай оқушының саусақ іздері анықталды? Бізде криминалист мамандар ер балалар екен, иә? Жақсы. Қалған топ мұқият тыңдаймыз, балалар. Мысалы, әр адамның өзінің саусақтарында іздері болады, және де оны отпечатки деп атайды. Және де осы іздер арқылы ұрланған затты кімнің ұрлағанын табуға болады. Адам ұстаған кезде ол шамалы уақытқа сақталып қалады іс. Және мысалы осындай стаканды алып ұстайтын болса, және де осы жерде қалған ізді скотч арқылы алуға болады. Және де біз осылай ізді таптық. Енді келесі жұмыс ол бізге күдіктілердің барлығының әрқайсының күдіктілердің саусақ іздерін алған болатынсыздар, иә? Жақсы. Мына жерде берген қарап отырғандарыңыздай әрқайсының ізі әртүрлі. Бізде сіздерде шыннан тысқа түскен қайсы саусағыңызы, қай саусағыңызы болып табылды? Көк менің ізім. Бізде Әділеттің саусақ ізімен сәйкес келді. Қалған бізге саусақ іздеріне балалар сәйкес келмеген. Криминалист мамандар қалай жұмыстанған екен балалар? Және де мына құралдарыңызды таныстырып кете қойыңыздар. Лупаны пайдаланды, ұнтақты пайдаланды, шыны ыдысты пайдаланды, және де скотч, яғни жапсырманы пайдаланған болатын. Және де саусақ іздерін күдіктілерді анықтау мақсатында бояуды оқушылар пайдаланды. Криминалист мамандарға 3 шапалақ. Өте жақсы. Отыра қойыңыздар. 3-ші топ оқушылары сіздер келе қойыңыздар. Сіздер бізде 3-ші топ балалар қандай мамандар? Косметолог мамандар деп айтсақ болады, иә? Жақсы. Косметолог мамандарда ең басты кеңес берілетін ол бірінші суды көп ішу арқылы біз бетіміздегі, теріміздегі құрғақшылықты болдырмауға болады. Және су ағзаңыздағы қанды сұйықтық арқылы қан жүруін жақсартады. Және ол терідегі көптеген жаралардың шығуынан сақтайды. Өте жақсы. Кремдер туралы айта кетсек, бұл теріні бет терісін, қол терісін жақсартуға көмектеседі. Мысалға бір кремді алып құрамына қарайтын болсақ, бұл жерде коллаген, эластин, кератин деген Д дәрумені және тағы да басқа теріге қажетті заттар бар. Адамдардың денесіндегі эпителий қабатын жұмсақ қылып ұстау үшін адамдар көбінесе кремдерге жүгінеді. Жақсы. Тері күтімі балалар өте қажет, иә? Біздің косметолог мамандар қалай жұмыстанды балалар бағалап жіберейік? 3 шапалақпен. Шыңғыс бас бармақпен бағалап жатыр. Жақсы, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты жалпы саусақ іздерін
анықтауға байланысты өте қызықты бейнероликті қарайық, иә, назар аударыңыз. Бір ғасырдан астам уақыт бойы саусақ іздері криминалистика әлемінде маңызды рөл атқарады. Адамның саусақ іздері ана құрсағында жатқан күннен 24-ші аптада қалыптасады. Қол сүйектері мен алақандағы бұлшықтар жетілген кезде белгілі бір дәрежеде теріні жиырады. Сол кезде алақанда ерекше бейнелер пайда болады. Тұлғаның саусақ іздері өмір соңына дейін мүлде өзгермейді. Егер абайсызда қолыңызды кесіп алатын болсаңыз, жараланған жер жазылған соң белгілер өз қалпына келеді. Бір-біріне бітім болмысы өте ұқсас егіздердің де алақаны мен саусақтарында және табан іздерінде өзіндік ерекшеліктер болады. Адамның барлық дене мүшесі өзіне тиесілі қызметті атқарады, ал саусақ іздерінің атқаратын қызметі қандай? Саусақтағы ерекше бейнелер кез келген затты ұстауға көмектеседі. Егер адамның саусақ іздері болмаса, қолымызға ештеңе ілікпеуші еді. Саусақ іздері ғасырлар бойы таңданыс туғызып келеді. Ежелгі Қытай елі саусақ іздерін құпия құжаттар арқылы келісімшарт жасасқанда пайдаланған. Алайда олар адамның саусақ іздері бір-біріне ұқсамайтынын білмеген. Ал 1684 жылы ағылшын дәрігері Ниамия Бру тұңғыш рет саусақ және алақан іздері туралы ғылыми еңбек жазды. Ал 1788 жылы неміс ғалымы Йохан Майер әлемдегі барлық адамның саусақ іздері бір-біріне мүлде ұқсамайтынын дәлелдеді. Міне, осылайша 19 ғасырдың соңында саусақ іздері арқылы қылмыскерлерді анықтау басталды. Маңыздылық және қызықтылық өте жақсы айтып отырамын. Тағы да қыз балалар